Бәріңе сәлем достар. Мінекей зат келді, қазір ашып көреміз. Бұл не десеңіздер, короче, кеше 2-3 күн бұрын, ровно 2 күн бұрын күйеуім машина сатып алған болатын. Сол кісіге сюрприз жасайын деп жатырмын. Каспий магазиніне жаңа заказ беріп қойғанмын осы товарға. Андай доставка бар ғой. Экспресс доставкаға 1000 теңге төлеп, 3 сағаттың ішінде сразу әкеліп беретінше сондайға заказ бердім. Ол бірақ 3 сағатта әкелген жоқ. 1 сағаттан кейін әкеліп беріп тұр ғой. 2:30-да заказ бердім, сағат 3:30-да әкеліп тұр. Ал қазір ашып көрсетемін. Дайынсыздар ма? Мына жағы бар екен. Не бар деп ойлайсыздар, көлемі осындай. Машинаға керек зат қой, енді примерно ше. Давайте ашайық. Нағарасаңыз, коробканың ішінде коробка, қыздар. Күшті да, подаркаға бергенге нағараңыздар. Давайте ашамыз. Мынандай бір тряпкасы бар екен. Бірдеңке сүртетін. Мынандай чехолы бар. Қараңыздар. Күшті ғой да, чехолының өзі сықиған, күшті. Одан кейін мынандай коробканың ішінде 3 коробка болып кетті ғой. Міне, мынандай коробкада тұрады екен, міне қараңыздар. Автопылесос, қыздар, күйеуім машинасын осындаймен тазалайды енді бұйырса. Ішінде наушник беспроводной. Бағасын айтайын ба? Бағасын 13 000 теңгеге алдым, доставкасымен 14 000-ға шықты ғой. Ұнайды шығар деген ойдамын енді бұйырса. Мынандай бір шлангысы бар екен. Мынандай насадкасы бар. Мынандай ұшы нәже мынандай. Қуыстар тазалайды ғой, короче. Мынандай бір насадкасы бар. Мынандай бір насадкасы бар. Одан кейін мынандай щетка сияқты насадкасы бар, пылесос түкірген. Одан кейін тағы мынандай насадкасы бар ғой. Одан кейін міне шнуры бар. Мынандай бір инструкция қағазы бар. И мынандай пылесос. Міне көрсете қояйын, міне қараңыздар. Беспроводной нау дейтін. Кәдімгі дейді. Зарядтап қоясыздар да, зарядтап қояды да, соны қолдана беретін, дырылдатып ше. Оу! Күшті да. Күшті. Еще қыздар андай негізі подаркаге жүреді деген ғой қасында. Каспий магазиніне заказ бердім ғой. Қасында подаркаге мынандай 2 насадкасы жүреді. Мен іздеп жатырмын қақта деп. Сөйтсем мынаның ішіне салып жіберіпті. Мынандай 2 насадкасы жүреді. Наусының несі ішінде біреу бар ғой. Мынандай дұрыс тартпай қалады ғой, мынандай несі бітеп қалады ғой, сондай кезде қолданғанға. Осындай 2 артық насадкасы сыйлыққа жүрді. Сосын мынандай тряпкасы сыйлық болды. Еще мынау чехолы сыйлық болды, қыздар. Күшті да, 13 000 теңгеге стоит деп ойлаймын. Еще мына видеосы бар екен, мына Каспийден көрдім ғой. Арзан негізі 6,5 000 теңгелік түрін алайын деп тұрғанмын ғой, енді ақшама қарап ше. Сосын комментарийларға оған жазып қойыпты, типа не емес деп ше. Бағасына сапасы сай дейді, ол еще беспроводной емес тұғын. Сосын мен тағы да қарап көрейінші деп қарап іздесем, мынау 13 000 теңге екен. Сосын осыны алдым. Советую, қыздар, жігіттеріңіздің машинасы, күйеуіңіздің машинасы болса, осындай әперсеңіздер болады екен. Баршаңызға рахмет, всем пока.